Алла сіздің дұғаңызды естиді деп ойлайсыз ба? Дәрігер Марк, атақты онколог, бір күні басқа қалаға конференцияға ұшуы керек болды. Конференцияда оны медицинадағы еңбектері үшін премиямен марапаттауы керек еді. Бірақ бір сағаттан кейін ұшақ бұзылып жақын жердегі аэропортқа қонуына тура келеді. Дәрігер Марк сол жерден машина жалдап алып, ары қарай конференцияға баратын болады. Ол жолға шығысымен қатты дауыл тұрып, ауа райы күрт өзгереді. Қатты жаңбырдан машинаның навигаторы интернет желісінен шығып, ол басқа жаққа бұрылып кетеді. 2 сағат жүргеннен соң ол адасқанын түсінеді. Ол қатты шаршап, ашыққаннан тоқтайтын жер іздеуге кіріседі. Бір кезде кішкене үйді кездестіреді. Машинадан шығып есікті қағады. Есікті әйел ашады. Дәрігер болған жағдайды түсіндіріп телефон сұрайды. Әйел телефоны жоқ екенін айтып, ауа райы түзелгенше үйге кіріп күте тұруына болатынын айтады. Аш үсті су болған, шаршаған дәрігер ұсынысты қабылдап үйге кіреді. Әйел дәрігерге ыстық шай беріп, сосын дұға жасауға тұрады. Дәрігер жымиып күліп, дұғаға емес, тек еңбекке ғана сенетінін айтады. Әйел кішкене баланың төсегінің жанында сығырайған шырақтың жарығымен Аллаға дұға жасап отырғанын дәрігер көріп отырады. Әйелге көмек қажет екенін түсінген дәрігер дұға жасап болған әйелден сұрайды. Алладан не сұрап жатырсыз? Шынымен де Алла сіздің дұғаңызды естиді деп ойлайсыз ба? Иә, төсекте жатқан менің ұлым өте сирек кездесетін рак ауруымен ауырады. Бізге тек бір ғана дәрігер көмектесе алады, оның есімі Марк. Ол басқа қалада алыста тұрады. Менің оған жетуге ақшам жоқ. Аллам менің дұғама әлі жауап берген жоқ, бірақ ол міндетті түрде көмектеседі. Мен білемін, менің Аллаға деген сенімімді ештеңе бұза алмайды, дейді әйел. Қатты таң қалған, ештеңе айта алмай қалған дәрігер жылап жібереді. Ол сыбырлап, Алла ұлық дей береді. Ол бүгінгі болған оқиғаның бәрін есіне алады. Ұшақтың бұзылып қонғаны, нөсер жаңбыр мен дауылдың салдарынан жолдан адасқаны. Бәрі осы әйелдің дұғасына Алланың берген жауабы ғана емес. Бұны жолдан шығарып, дұғадан басқа қолында ештеңесі жоқ жандарға көмек беруіне жасаған мүмкіндік екен. Ал сіз Аллаға сенесіз ба? Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет.